Сәлем достар, мемлекеттік қордан бүкіл балаларға ақша түседі деп жатыр. 2024 жылдан бастап қайдан аламыз, қайда счет ашамыз, қандай балаларға беріледі және қанша төленеді? Осы сұрақтардың жауабын алғыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыз және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бұл жоба президент бастамасымен парламент қабырғасында қабылданған керемет заңның бірі, яғни ұлттық қор балаларға жобасы. Кез келген 2024 жылдан бастап кез келген 18-ге толмаған Қазақстан Республикасының азаматтығы бар балаларға счетына ақша түсетін болады. Яғни сіз 2024 жылдың қаңтар айының 1-не 18-ге толсаңыз, сіз 2024 жылы үшін ұлттық қордан 1 жылдық ақыңызды ала аласыз. Яғни 18-ге толған балаларыңыз болса, ала аласыздар. Ешқайда бармайсыздар, барлығы онлайн түрде жүреді. Яғни бұл жобада арнайы балалардың туу туралы куәлігі мен ЖСН-і тіркелген база бар. Сол базаны Әділет министрлігі ұлттық қорға беретін болады. Қордағылар әр балаға жеке счет ашып, счетқа доллармен түсіп отыратын болады. Және қанша түседі? Қанша түседі бұл ұлттық қорға жиналған ақшаға байланысты. Қанша ақша жиналады ұлттық қорға, сол ақшаны Қазақстандағы балалар санына теңдей бөліп, барлығына бірдей береді. Менің балам 5, менің балам 2 деп бөлінбейді. Әр бала жеке қаралады, әр балаға сол бірдей ақша түсетін болады. Яғни $160 түссе, бір жылға барлық балаға бірдей $160 түсетін болады. Яғни 18 жасқа толғаннан кейін оны қалаған мақсатында жұмсай алады бала. Қаласа оқуын төлейді, қаласа үй алуға первоначальный ретінде жинап бастаса болады, немесе кез келген бағытта өзіне қажетіне жұмсай алады. Мысалы, сіздің балаңыз 18-ге толғанша қорға жиналып бастайды, сол әр жылға түскен ақшаның өзі депозит сияқты көбейіп отырады. Мысалы, балаңыздың счетына жыл сайын $200 түсіп отырса, сол счетта жатқан $200-дың өзі көбейіп отырады, яғни депозитке салғандай көбейіп отырады. Пайдалы ақпарат болды деп ойласаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарийға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер.